Түн, дала жап-жарық. Айжан мен сіңісі Салтанат көпке дейін ұйықтай алмады. Әр нәрсені сөз қылып жатқанда кенеттен терезені біреу қақты. Арғы бөлмеден ұйықтаңдар, мән бермеңдер деді әкесі. Себебі түнде далада тек маскүнемдер ғана жүретін еді. Бірақ әлгі адам терезені ұруды тоқтатпады. Бір уақытта терезенің түбінде жатқан Салтанат пердені ашып қалғанда терезеге жабысып тұрған бетін жүн басқан мақұлықты көрді. Екеуі қорыққаннан шыңғырып жіберді. Әлгі мақұлық бірден секіріп түсті. Бойы бір қарс екен. Әкесі сыртқа шығып үйді айналып шықты. Ешкім жоқ. Көшеде де тірі жан жоқ. Еміс-еміс иттің үргені ғана естіледі. Айман қыздарының жанына жатты. Айжан мен Салтанаттың көз алдына бетін жүн басқан мақұлықтың бет бейнесі келетте тұрды. Екеуі таңды көзбен атырды. Сиыр сауға шыққан Айман қыздарын дауыстап шақырды. Даусынан әлденеге таңғалғандығын байқауға болады. Түнде болған жағдайдан кейін қорқып қалған Айжан мен Салтанат осы жолы не болуы мүмкін деген оймен атып тұрып анасына қарай жүгіріп барды. Айжан мен Салтанат анасының қолындағы алып аяқ киімді байқады. Олар өмірінде мұндай үлкен аяқ киімді көрген емес. Себебі адамның аяғы мұншалықты үлкен болуы мүмкін емес еді. Айман мынаны қараңдар деді таңғалып. Кеше түнде терезені ұрған белгісіз жан үйге кірмек болған көрінеді. Ол үшін есіктегі ілгекті аяқ киіммен ашпақ болған, бірақ ол үйге түсіп кетіп оны қайтала алмаған сияқты. Себебі есік ілгегі жоғарыға қарай тартылып тұр. Айжанның отбасы осындай ұйғарымға келді. Әкесі түнде мақұлықты көргенінде дәлізде жатқан аяқ киім туралы да ешкімге тіс жарып айтпауды бұйырды. Ауылдағы болып жатқан түсініксіз жағдайларға қарамастан әкесі халық оларды жынды деген ойлауы мүмкін деп қорықты. Ал аяқ киімді пешке жағып жіберді. Ауыл ақсақалдары тұрғындарды жинап жиналыс ашты. Халық бір ауыздан Құдай тамақ жасаймыз, ауылға мешіт салдырамыз деп шешім қабылдайды. Көңілдеріне кірбің түскен тұрғындарда үміт оты жылт еткендей болды. Ең алдымен Құдай тамақ жасады, Құран оқылды, 7 шелпек пісірілді. Ауыл тұрғындары ақша жинап кішігірім мешіт салды. Бұған дейін мешіттің табалдырығын аттап көрмегендер жұмадан қалмайтын болды. Ауылда 5 уақыт азан шақырылып тұрды.